Мәукілбай, жерлесім, өлеңдерді айтатын ақылды, дарынды оқушыларым бір еді. Бақытқали Атнасай бақытты бала, ақылды бала, арлы бала, мейірімді бала деймін. Әйгерім, Айдай Әйгерім, мінекей, 3 бірдей қызды тәрбиелеп отқан ару ана, бұларды қаным десе болады. Әйгерім жан ауданымызда депутат болған Даңбай Қуаныш ағайдың немересің бе сен? Немересісің. Елге белгілі депутат. Ағаның біз көз көрген, жүздамдас болған Қуаныш ағайдың немересі. Сейітова Сымбат. Сымбаттым. Сымбат деген атына қарасаң да, сымбатты, көрікті, ата-анасының мейірімді, сүйкімді қызы. Папасы, мамасы менің құрбы құрдастарым. Елге қызмет еткен, біреуі Аққалатта абзал болса, біреуі барлық қаладағы жұмыстарды архитектур болып істеген азамат папасы. Мінекей дендері сау болсын, мінекей Сымбатжан бақытты бол, жұбайыңменен бақытты бол, басыңнан бақ, аузыңнан ақ кетпесін. Зейнепжан, менің анам 90 жасында дүниеден өткен еді. Қожаның ұрпағы дегенді айтпайтын еді. Ақсүйек дейтін еді. Ақсүйектің перзенті, папасымен мен мамасының аруы, ұлы қызы болған Ақзейнеп мінекей бүгін ұлағатты ана болып отыр, бала тәрбиесін тәрбиелеп отыр. Басыңнан бағың кетпесін. Осындай жақсы азаматқа бас қосқаныңа қуаныштымын. Алла жар болсын. Нұрсұлу келмепті, Лида келмепті, Гүлниса келмепті, Еля келмепті, Сандуғаш келмепті. Сандуғаш бірінші ерте кеткен қыз. Келем деді ма? Гүлбану келмепті. Гүлбану өте жақсы қыздың. Бәрін 2 қою керек. Бегнұрым менің асыл азамат. Бегнұр әжесі мен ата-анасының еркесі болды. Аллаға сан шүкір, мінекей Гүлбашымдай келін алып, сол келіннің тойында болдық. Аллаға шүкір, барлық жақсылықтар тілеймін. Атына сай, өзі бек, өзі нұр береді. Барлық жерде нұр беруші Бегнұр жаным, денің сау болсын, Гүлбашы жанымен бақыттысың. Аллаға сан шүкір. Тойларыңда кездесу нәсіп етсін да. Жаным. Жәдігер Жанкабай. Жанкабай. Жаным, Жанкабай менің. Жәдігер ағайдың да, Кенжеш апайдың да көзін көргенбіз. Балаларын оқыттым. Бекаға да класс жетекші болдым Бекназарға. Мінекей соның Ахан деген азаматтың, елге қызмет істеген азаматтың, Арнаш деген ақсұт берген анасының арқасында Бекабай болып, кім Жанкабай болып, Беканның ізінен қойылғаннан кейін Жанкабай деп қойған ғой. Жанкабай жаңа тұрмыс құрған, перзенттері бар, 4-5 баланың Асқартау әкесі, анасы бірге қартайып, бірге жүріңдер. Барлық жақсы күндерді бірге көру нәсіп етсін. Маратжан, Марат аппарат ташкентский шоколад дейтін еді. Марат деген менің әрі жиенім, әрі қожа Бақытбек күйеу балам мен Меруерт бауырымның перзенті. Мінекей осы Маратжанды өте жақсы тәрбиелеген барлықтеріңде ата-аналарыңа алғысым шексіз. Перзенттерің қызығын көріңдер. Осы Астанада болса көреміз, әлі талай кездесеміз. Тойларыңа шақырсаң келеміз. Барлық уақытта батамызды береміз. Бір күні кім? Маратжанның атасы Қожабек қажылыққа барып келді деді. Мынандай қолына сақина салып келді. Білесің бе? Бегнұр дейді. Марат, бір кезде атам әкелді деді. Мен де қажылыққа барайын. Маған берші дедім, бірден қолынан шешіп берді. Көп көзді. Соны тағып жүрдім, ниет еттім мен де, Аллаға шүкір, Алланың үйіне бару нәсіп етсін деп. Аллаға сан шүкір, 14-ші жылы келдім. Бір қанша оқушыларым болды, мешітке бардым.
мешітке барсам алдымнан Мәди, Ғалымжан деген балаларым, апай енді қажылыққа барыңыз дейді. Апай келді мешітке деп қуанады да жандарым. Тандыда оқытқан оқушыларым бар. Тоғжымыттар. Сосын мен айттым, Аллаға шүкір, есімде, мен де осы Алланың үйіне баруды армандаймын ғой, ниет етем. Алла қош көрсе барайын. Жүріңіз деп мені ертіп барды да, бас имамға барды, біздің ұстазымыз қажылыққа барады. Акбар қажылыққа дейді. Қажылық бөлінеді ме? Бөлінеді, ұлы қажылық. Сіз высший категориясыз ба? Ұлы қажылыққа барасыз дейді ғой. Болды бары. Апарды имам Сейт деген бала азамат орнынан тұрып сәлемдесті ұстаз дегеннен кейін. Апай отырыңыз, машалла, биылғы келетін қажылық, ұлы қажылық, акбар қажылыққа барайын деп жатсыз онда деді. Болды, Алла разы болсын, сөйтіп сол жерде батасын алып, кейін бір жұмада барсам, микрофонмен айтып жатыр, ортамызда осындай ұстаз қажылыққа жолдама беріп жатырмыз. Кітабыменен жолдаманы беріп жатыр, мешітте жұма күні. Онда барлығы біреулер айтады ауылда, мен қақтан алдыңыз ақшаны, қымбат дейді ғой, қақтан алдыңыз. Алладан сұрасаң тастап жібереді екен. Алла жіберіп жатыр маған деймін. Сөйтіп акбар қажылыққа барып келдім. Онан кейін 23 жылы Рамазан шәріп айында кім қажылыққа барса, ұлы қажылықпен теңдеді 12 күн. Тағы 23 жылы Рамазан шәріп айында қадір түнін күтіп алып, Алланың үйінде болып келдік. Аллаға шүкір, барлықтеріңе нәсіп етсін, дендерің сау болсын, Алланың үйіне бару нәсіп етсін барлықтеріңізге де. Денсаулықтың арқасында болады барлықтері. Жандарым, сендерді көріп қуаныштымын, толқимын да, ары жақсы көрем. Біреуі ер балаларым, біреуі қыз балаларым. Сендерге арнаған кішкентай жыр шашуым бар, соны оқып берейін. Шәкірттерім, білім берген жандарым, орындалып жетілдіңдер арманың. Ширек ғасыр өтті арадан зуылдап, ізденуден өмір жолда қалмадың. Жан шәкіртім, ұл қыздарым білімді, мәпелеген бағбан едім гүлімді, жеміс беріп мәуеледің бәріңде, жеміс беріп атсындар. Көріп тұрмын көк аспанның күнімде, күнмен айым, білім алған түлегім, тәуелінің қанаттанып түледің тәуелде. Астанада бас қосқанда қуанып, өздеріңе жақсы тілек тіледім. Білімді де, өнерлі де өздерің, көз алдымда оқушылық кездерің, азамат боп биік шыңға шықтыңдар, жаман атты өздеріңнен сезбедім. Шәкірттерім бәйтерек боп жетпеген, бәйтерексіңдер. Мақтаулысың айтар болсам шетінен, құтты болсын бүгін күн бас қосу, ата-анаңа рахмет өсірген. Сынып жетекші, зейнеткер ұстаз Қажы Ана Майхиева Талшаш апайдан. Рахмет. Дендерің сау болсын.